Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін 3 ағзаттан тұратын гемоглобин көтеретін салат әзірлейміз. Бұл салат өте оңай әзірленеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Салатқа қажет ингредиенттер видеоның астында жазылды. Орташа көлемдегі шалманы екіге бөліп, ішінде дәнегін алып тастаймыз. Сосын майдалап 4 бұрыштап тураймыз. Алма міндетті түрде тәтті сорттан болу қажет. Жүз грамм грек жаңғағын дәнін пышақпен майдалап тураймыз. Суға қайнатылып піскен орташа көлемдегі 4 қызылшаны майдалап 4 бұрыштап тураймыз. Барлық туралған заттарға 4 ас қасық майонез қосып жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Дастарханға тарта берсе болады. Мінекей достар, бізде өте дәмді және дәрумендерге өте бай салатымыз дайын болды. Осындай салатты кішкентай балаларыңызға гемоглобин көтеру мақсатында дайындап берсеңіздер болады. Міндетті түрде оларға ұнайтынына мен сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Күндеріңіз сәтті өтсін.